Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздер мен осындай қытырлап тұратын әрі жылдам әзірленетін чак-чактың дайындалу жолымен бөлісемін. Бізге керек болады 2 жұмыртқа, шым-шым тұз, қопсытқыш және ұн. Алдымен ыдысқа 2 жұмыртқаны салып, үстіне жарты шай қасық тұз салып, араластырып аламыз. Ұнға 1 шай қасық қопсытқыш салып, араластырып алып, жұмыртқаның үстіне аз-аздан салып отырып араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Оның үстін жауып 20 минуттай қоямыз. 20 минуттан кейін қамырды илеп алып, жұқа етіп жаямыз. Жұқа етіп жаюға тырысыңыздар, сол кезде чак-чагымыз жұмсақ болып шығады. Қамырымызды осылай оқтауға орап, 5 бармаққа қамыр кескендей етіп, осылай кесіп алсаңыздар, өте жылдам әрі уақыттарыңызды да үнемдейсіздер. Осылай кесіп алып, тағы да ұзынша етіп кесіп аламыз, ромбик тәріздес етіп кесеміз. Май қызған кезде аз-аздан салып, араластырып тұрып, қатты қызартпай, шамалы сарғайғаннан ала береміз. Бізде осынша чак-чак шықты, түсі золотистый болып шықты, алтын түстес болып шығу керек. Енді үстіне сгущенка құйып араластырамыз. Араластырғанда қасықпен емес, жайлап сілкіп-сілкіп айналдыра араластырып алсаңыздар, чак-чактарыңыз езілмейтін болады. Чак-чагымыз дайын. Ыдысқа салып, үстін макпен немесе шоколадты үккіштен өткізіп әсемдесеңіздер болады. Ол өз қалауларыңызша. Мен үстіне мак септім. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар достар.